Саламатсыздар ма отандастар, әріптестер? Сіздерге қазақ халқының тері ұқсату өнерінің ерекшелігі атты кезекті онлайн дәрісін ұсынамын. Дәріскер Қазақстан Республикасының Әбілхан Қастеев атындағы Мемлекеттік өнер музейінің аға ғылыми қызметкері Жованиязова Гүлнар Қуандыққызы. Ғасырдан ғасырға ұласқан мал терісін ұқсату қолтаңбалы өнерінде негізгі орын алады. Біздің заманымыздан бұрын 12-5 ғасырларда Қазақстан территориясында мекен еткен тайпалардың өмір салтында мал терісін өңдеу тәсілі қалыптасып дамығаны белгілі. Археологиялық қазбалардан табылған жәдігерлердің ішінде теріден жасалған күрке, қайық, ыдыстар, аяқ киім, сырт киім ат абзелдері, белдік, себелдік бөліктері куәлік етеді. Жалпы қазақ халқының сәндік қолтаңбалы өнерінің шығу тарихы, көркемділігі, қолдану қасиеті, пайда болу жағы терең зерттелініп, ал материалды дайындау жолындағы әдістер мен сол материалды қолдану ережесінің ерекшелігі шеберлердің ауызекі айтылып кеткен қысқа қайырмасы ғана қағаз бетіне түсірілген. Айталық Әлкей Марғұлан, Хасан Алпысбаев, Халел Арғынбаев, Өзбекәлі Жәнібеков сияқты тағы басқа археолог, тарихшы, этнограф зерттеулерінде жазылған. Сонымен дәстүрлі тері ұқсату тәсілі және бұйымдардың ерекшелігіне қарай қандай мал терісі өңделді, қалай қолданды. Тері ұқсатудың ежелден келе жатқан әдісі жидыту процесі. Оның бірнеше түрі бар. Жидыту үшін арнайы ашытқылар дайындалған. Айталық қара бидай ұнынан дайындалатын ашытқыны малма деп аталса, ашытқысы ашыған айран құрт езбесіне қара бидай ұнын араластырып ашытады және оған тұз қосылған. Бұл аталған ашытқылармен 4 түлік малдың терісінен шылғи тері түрін дайындайды. Шылғи тері деп қам иленген теріні айтады. Малма және өңдеу түрін қайыс, көн, тұлақ жасау үшін қолданады. Бұл ашытқыларға ірі қара мал терісін 10 тәулікке дейін салып, күніге бірнеше рет сапсып тұрады. Уақ мал терісін 5-6 тәулікке ғана жидытады. Уақыты жеткенде жүнін толық сылып тастап, ет жағын арнайы қырғыш құралменен тазалап суға жуады. Шылғи теріден саптама етіктің өкшесі, сірісі, ұлтарағы дайындалса, шылғи қайыстан ат әбзелдердің тартпасы, құйысқаны, өмілдірігі, жүгені. Ер және әйел адамдардың жалпақ және кісе белдіктері, қамшы таспалары, әртүрлі баулар өндіріледі. Сонымен қатар мал терінің ішінде ең қымбат саналатын ол ел тірі, мари, сеңсең және аң терлері. Бұл терлерді өңдеу түрін көн деп те атайды. Өйткені олардың тек ет жағы ғана жағылып, илеу барысында жүні немесе құндызы бұзылмауы қадағаланады. Бұл аталмыш терлердің фактурасы өте жұға келеді. Сондықтан да елтірі, мари, сеңсең аң терісін илеу, құру ұқсатуда мұқияттылықты талап етеді. Жағылған 5 күн шамасында тұрып, сосын онға тұзды құртты араластырып жағып, қолмен жай уқалап қалған ет майларын тазалайды да керіп сілкейді. Аң терісінен ішіктер, тымақ, бөрік тігеді. Ішіктер аң терісін жүн жағын ішіне қаратып, сыртын матамен қаптайды. Ал бас киімдерде құндыз жағы сыртына келтіріп, ішін матадан сырып тақия тігіп біріктіреді. Ел тірі, сеңсең, мари терісі жүні тақыр, жылтыр және таңдай өрнекті болып келеді. Мұны көбінесе ішік, тымақ, бөрік, киім тысы көмкеруге, әдіптеуге, жаға жасауға қолданады. Ұқсатылған жүнді терлердің ішінде ертеден келе жатқан киімнің бірі бұл аба немесе өбістірме. Аба
жылқы тай терісінен дайындалатын сулық немесе жауындық деп атайды. Өйткені тайдың терісі жылтыр болып келгендіктен жауын суы сіңбей сырғып кетеді. Сулық жасайтын терінің ет жағына малма ашытқысын жағып илейді. Тобарсыған соң талқыға салып созғылап, қолмен уқалап жұмсартады. Дайын болған теріні үлгіге салып пішіп, екі шынтақ тұсын қолға еркін киіліп шешілетіндей етіп, тіліп қаймалап тігеді. Абаның тамақ және белдемше жағына қайыс бау тағылады. Тері илеудің тағы бір әдісі ол құрымға салып жидыту. Құрым қой жүнін жуған суынан алынған шайыр. Бұл ашытқыны бояу ретінде де қолданады. Құрымға салынған тері қара қошқыл қоңыр түске реңделеді. Әдеттегідей ірі қара мал терісі 10 тәулік шамасында, ал қой ешкі терісі 1-7 қазандықта жидытылады. Оларды күніне 2-3 рет сапсып, ашытқыға батырылған терінің іріп кетпеуін қадағалап отыру маңызды. Өйткені құрым басқа ашытқыға қарағанда өткір болады. Құрымға жидытылған мал терісі реңді әрі жұмсақ болып шығады. Бұл процесте жылқы, сиыр, өгіз, серке терісінен былғары, жылқы терісінен көксауыр, сиыр тайынша терісінен опайке, ешкі терісінен көзел, қой терісінен шегірен, ірі қара малдың терісінен сақтиян сияқты сапалы терлер өңделеді. Негізінде мұндай терінің өзі бірнеше бөлікке бөлінеді. Оны жіліктеу деп атайды. Олар жондық, қабырғалық, үйектік, сауыр, мойын, таңлақ, бауыр, пұшпақ. Аталымына қарай былғары жілігінің жон терісінен сауыт ішіне киетін қаттама, жағлан, кесе қап, өрнек басылған түскиіз, тоқым жасалынады. Және жарғақ тон шалбар, шапан тігілген. Жарғақ шапан ел арасында шеге шапан деп те атайды. Уәдеміз шегедей болсын деген ұғымда арнайы дайындалған бұл шапандар құдалықта қыздың әкесіне кигізген. Сауыр, көк сауыр терісінен саптама, жарма қонышты шоңқайма, кебіс мәсі, көкшелі мәсі, мықшима, қайқайма тұмсықты өкшелі саптама етік, көк етік. Ал мойын терісінен торсық, жан торсық, саба, көнек, қауға жасалынған. Мойын терісі басқа бөліктеріне қарағанда қалыңдау, төзімді болып келеді. Ыдыс аяқтарды жылқы, өгіз, серке терісінен дайындалған былғарыдан жасайды. Саба мен мес жасауда серкенің терісін еттен пышақ жүзін тигізбей қолмен сылып бүтін алады. Серке терісінің фактурасы басқа мал терісіне қарағанда қалың, төзімді болып келеді. Ал терінің бауыр бөлігінен кісе белдік, ат әбзелдері дайындалса, үйектен шылбыр баулар, қайыс баулар, таспалар тілінеді. Пұшпақ теріден аяқ киімнің өкшесін, сірісін, табан басарын жасайды. Қазақ халқының тұрмыс тіршілігінде 4 түлік малдың терісі өте құнды да қажетті шикізат. Соның ішінде ірі қараның сиыр, өгіз, тайынша, бұзау терісі деп, ал жылқы терісі, бие, жабағы және құлын терісі, түйе, аттан бота терісі болып бөлінеді. Қой, ешкі терілерінің бірнеше түрі бар. Айталық, жабағы мамыр айларында жабағы жүні қопсымаған қалың түбітті терісі. Қырықпа жабағы мен күзем жүндері қырқылғаннан кейінгі терісі. Күздік қазан, қараша айларында өңі қалың терілерді айтамыз. Соғым, қыртысы қалың мықты терілер. Сеңсең 3 ай немесе 5 ай аралығындағы қозының терісі. Елтірі туғаннан 2-3 ай болған қозының терілері. Мари, туа салып өлген қозы лақтың терілері. Тоқтышақ, сеңсеңі қырқылғаннан кейін 4-5 айдан асқан қозының терісі болып бөлінеді.
Жалпы тері жидытатын сұйықтық арнайы қақпақты үлкен ағаш күбіде бірнеше тәулік бойы ашытылады. Жидытылған теріні тазалап, тұзды суға салып, залалсыздандырылады. Тері ұқсатуда қолданатын арнайы құрал-саймандар ағаштан, сүйектен, темірден жасаған. Мәселен, қырғыш тарақ құралын қойдың жақ және жауырын сүйегінен, сондай-ақ тууге арналған бізді де сүйектен жасаған. Тері ұқсату процесіндегі қолданатын бұл құралдарды бүгінде шеберлер сирек қолданады. Қазіргі кезде қолданатын құралдар шалғы орақ немесе темірден жасалған жүзді тарақ және біз. Қорытындылай келгенде, мал мен аң терісін ұқсату өнерінің біраз сырын аштық. Тері өңдеу, оны қолдану мәдениеті қол өнеріміз үшін маңызы зор. Тілге қарапайым болғанменен істің басы мен аяғы өте күрделі екеніне көз жеткіздік. Ұрпақтар сабақтастығында мәңгі жалғасқан мәдениетіміздің өшпес ізі ерекше дәстүрлі нұсқасы ретінде Қазақстан Республикасының Әбілхан Қастеев атындағы мемлекеттік өнер музейі қорында сақтаулы. Бұл халықтың генетикалық мәдени қарым-қатынасындағы байланысты көрсететін дерек ретінде қабылданады.